Шүрин. Жоқ, болдым осы. Ау? Ана сұрт жіберсе болдым мен. Осы жерде қызметкерсіз ба? Же. Как езеңіз көмектесіп жіберейін кішкене. Сауап қой. Сауаптың бәрін өзіңіз алып жүрекесіз ғой. Иә, сауапты өзіңіз алып жүрсіз, қалайсыз, бізге бермейсіз. Осы мешітте қызмет жасайсыз ба? Қолыңыз алтын көке. Ондай әркімнің несі жете бермейді. Мешітке кеп, жұмыс істеп, былайша айтқанда. Жаңағы Алла тағала айтады ғой. Аллаға және ақырет күнге сенген адамдар ғана мешіттер тірілтеді дейді. Мешіттің қызметінде бол, ол бір бақыт көке. Сондықтан енді мына сауабыңыздан бізде бөлісейік. Бөлісейік жарайды бәрімізге. Бәрімізге ортақ болсын бәрімізге. Әрбір істеген жақсылығыңызды қиямет күні Алланың алдында көресіз. Алла бұйырса. Алла бұйырса. Осы өмірде жәннатқа баратын жолдар көп. Соның бірі осы мешітке қызмет жасау. Мешітке қызмет жасаған адам қиямет күні Алланың көлеңкесінде болады. Алла тағала бір көлеңке береді. Сол көлеңкенің астында тұрады. Ойлаңыз. Машалла. Жүрегі мешітке байланған деген 5 уақыт намаз мешітте оқыған адам емес. Мына мешіттің қызметінде болған адам. Машалла. Сол енді ұлы Алла тағала сізді қасиетті жеріне қонаққа шақырып жатыр. Мына сізге сертификат. Мынау не көке, қағба ма? Үлкен қажылыққа көке лайықтысыз. Рахметі бауырым, рахмет. Ой, маған емес, Аллаға рахмет айтыңыз. Жоқ. Маған біз жай ғана себепкерміз көке. Жыламаңыз, бұл қуаныштың көз жасы. Рахмет сіздерге. Алла қуантсын сізді. Сіздерге бәрін қызмет істер, бәрін бауырдарыға Бұйырса дайындалыңыз, мынау сертификатыңыздан қойып қойыңыз. Дайындалыңыз, паспорттары бар ғой? Бар ма? Болды. Алла бұйырса ұлы сапарға барасыз. Рахмет. Осыған себепкер отқан адамдардың бәріне дұға жасап қойыңыз. Жақсы ма? Намазда, барлық кезде. Рахмет.